Келмұрат Түгелбайұлы. Енді сонау Астанадан арнайы сіздің мектебіңізге келіп тұрмыз. Оның өзінде де осы мектепке келгенде де бір құлаққа сөздер естідік, осындай керемет мектеп бар екен. Жан-жақтан да үлгі көрсетуге болады дегесін арнайы осы сіздің мектепке келіп отырмыз. Енді өз аузыңыздан естіп кетейікші осы мектептің тыныс-тіршілігін, өмірлік деректерін, қысқа нұсқа өз тарихын айта кетсеңіз. Жалпы Құрық орта мектеп гимназиясының ғимараты 2009 жылы 100 мектеп 100 аурухана бағдарламасы бойынша салынған мектеп еді. Сол 2009 жылы бұл ғимаратта жай ғана 9-шы жалпы білім беретін мектеп болып ашылған. Облыстық білім басқармасының тапсырмасы бойынша 2011 жылы гимназия мектебі мен жай мектепті қосып, білім сапасын көтеру мақсатында екі мектепті қосып, 2011 оқу жылынан бастап Құрық орта мектеп гимназиясы мемлекеттік мекемесі болып құрылған едік. Біздің мақсатымыз жылдан жылға гимназия сыныптарының санын көбейту, білім сапасын арттыру болып келеді. Енді мектеп соңғы заманауи үлгіде салынған 60 кабинеті бар. Мектеп 1200 орындық балаға есепленіп салынған, қазір 877 бала бір сменада білім алады. Бір маусымда оқиды. Және мектептің жанынан 200 балаға арналған интернат бар. Бұған осы Құрық ауылының жақын жерінде мектебі жоқ, бастауыш мектебі балалары аталардың арызы бойынша интернатқа жатып оқиды. Қазір көпшілік бала біздерде мына Арабиядан, Түркиядан көшіп келген оралман бауырларымыздың балалары осы интернатта жатып білім алып жатқан себебі бар. Мектеп болғаннан іс-шарасыз болмайды енді. Түсінікті жағдай, бүкіл мектептерде іс-шара өткізіп жатады. Қандай жетістіктеріңіз осы таяу арада өткен болған бір жетістіктеріңіз бар ма? Ауыз толтырып айтады. Енді жақын арада осы біздің Маңғыстау облысы көлемінде Самұрық Қазына акционерлік қоғамының өткізген биіктерге бірге шырқайық деген үздік спорттық сайыс болған. Осы сайысқа біздің мектебімізде қатысып 5 миллионы грантын жеңіп алдық. Бұл 5 миллионға сол Самұрық Қазына акционерлік қоғамы түгелде спорттық жабдықтарды балаларымызға алып берді. Кіші тобымыз кеше Семей қаласында өткен соңғы сайысында 3-ші орынға ие болды, ал үлкен тобымыз Астана қаласында өткен Былғары доп сайысында республика бойынша 2-ші орынға ие болдық. Демек, бұрынғы құрал жабдықтардың үстімізге Самұрық Қазынаның берген спорттық материалдары тіпті жақсы болды деп есептейміз. Қазір мектебімізде бұл құрал жабдықтың бәрі алды түгелде, жоқ нәрсесінің бәрі келді. Біздің балалар үшін керемет деп ойлаймын. Тамаша. Енді жаңа осы Маңғыстау өңірі өзі шөлейттік жер ғой. Осы мектепке келе жатқанда біз байқадық, мектептің жан-жағының бәрінде талдар жайқалып тұрған талдарды көрдік. Сосын ойладық, мынау су қайдан келіп жатыр деп ойладық енді. Осы мәселе қалай болып жатыр енді? Жалпы бізде Маңғыстау облысында табиғатпен үндес мектеп деген жылда сайыс болады. Мен 2012 жылы қаңтар айында осы мектепке директор болып келіп тағайындалдым. Мектептің ауласында тал жоқтың қасиет. Жоқ деп айтуға болады. Себебі бізде Маңғыстау облысында шөлейттік жер, су мәселесі де қиын. Сол себептен оқушылардың арасында ғылыми жұмыстар жасақтатып, қайткен жағдайда біз өз үлесімізді қоса аламыз деген кезде оқушылардың ішінде осындай пікірлер болды. Мына қасымызда тұрған Маңғыстау атом электр станциясы жұмыс жасайды. Халықты теңіздің суын тазалап су береді. Сондай кіші қондырғыны неге мектеп орналастыруға болмасқа деген ой туған. Сол себептен мектептің канализацияны су деп айтамыз ғой. Зарядханадан шыққан су, қол жуудан шыққан суларымызды біз далаға төгіп тастамайық деп, соған мини шағын тазалайтын қондырғы қондырдық. Бұл қондырғымыз күніне 5 куб суымызды тазартып беріп тұрады. Сол 5 куб суымызды мектеп ауласына 1200 қара ағаш отырғыздық. Сол 1200 талымыз қазір таңда өсіп тұр. Бұл демек біз суға қаражат шығармаймыз, мектептен шыққан суымызды тазартып, сол талдарды сулап тұрған жағдайымыз бар. Қазір 1200 талдың барлығы мектептің жанында өсіп тұр. Бұған осы мектептің оқушылары қызметкерлеріміз қарап, суымызды сулап тұрмыз. Жылыжайды байқадық. Енді жылыжай жайында айтып кететін болсақ, 2012-2013 оқу жылында 6-шы және 7-шы сынып оқушысы республикалық ғылыми жұмысқа қатысты.
сол кездері өздері эксперимент есебінде кішкентай жылыжай сақтап, соның ішіне қазіргі көкшөп деп айтамыз ғой, укроп, петрушкаларды егіп, дәлелдеп, шағын ғана тек столдың үстінде жылыжайды дәлелдеп көрсеткен. Содан кейін біздер ойланып, Біріккен ұлттар ұйымының гранты болды. Бұл Біріккен ұлттар ұйымының гранты Маңғыстау облысының даму бағдарламасына байланысты бір жаңалық ашып еді. Сол грантқа біз жобаларымызды ұсынғанбыз, және мектептің жанында құрылған Рақым Шапағат деген қайырымдылық қоры бар еді. Сол қордың атынан қатысып, бұл қор 11 миллион 900 мың ақша жеңіп алды. Ол 11 миллион 900-ге мектептің жанына жылыжай қондырғысы қондырып берді бізге, және жаңа айтқан су тазартатын қондырғы қондырып берді, және мектептің ауласында электр энергиясын үнемдейтін шамдар орнатып берген болатын. Сол енді қазір жылыжайды біз негізгі мақсатымыз өнім алу емес. Біз осы менің өзімнің білім саласында 32 жылдай стажым бар, бірақ менің алдымнан бірде-бір шәкірт агроном болып шыққан жоқ еді. Сол баланы қызықтыру мақсатында әр класс өздері ішіне өнім егеді. Бірақ дей тұрғанмен өткен оқу жылында содан егілген қызанақтан, қиярдан аздап ақша қаражат тауып 70-80 мыңдай қорға қаражатымызды құйып, 42 айында мектептің аз қамтылған балаларына мектепке керек құрал жабдықтармен көмектесіп бердік. Демек, бұл жылыжайдың баланы үйренуден басқа қаражаттарына табуға болады екен. Аздап болса да бұл біздің мектептегі аз қамтылған балаларымызға үлкен көмек болады деп түсінеміз біз. Тамаша, енді әр жерлерден өз мектепке кіргенде де сыртында да біраз атқарылып жатқан жұмыстарды байқап тұрмыз. Енді мынау жаңа бағдарлама келіп жатыр деп жатыр жан-жақтан бәрі. Осы жаңартылған бағдарламаға өздеріңіз қандай атсалысып жатсыздар? Жаңа оның өзі пайдалы жағы, зиянды жағы бар ма деген бір сұрақтар туындайды да, осы мәселеге өзіңіз не айтасыз? Жалпы білім саласы жаңару 2013 жылдан бастады ғой. 2013 жылдан бастап осы аудан көлемінде, облыс көлемінде деңгейлік бағдарлама деген курс шығып бастады. Соған осы мектептен үлкен атсалыстық. Қазіргі таңда 23 мұғаліміміз деңгейлік бағдарламаны оқып келген. Бұның 3-і бірінші деңгей, 4-і екінші деңгей, 18 үшінші деңгей мұғалім бар осы мектепте. Менің өзімде Астана қаласында алғашқы 250 мектеп басшысы курста өткен, сол басшылардың ішінде мен де курста өтіп келдім. Жалпы заман талабына байланысты, қазіргі заманға байланысты кез келген сала болсын, бұл білім саласы, денсаулық сала болсын, өзгеріске енуге тиістіміз. Себебі өмір бір қалыпты тұрған жоқ, күнделікті өзгерістерге байланысты бізде сол білім саласында өзгерісті мектепке енгізіп бастадық. Ұжым бізде жаңа айтып кетті ғой, түстен кейін бос деп, әр сәрсенбіге түстен кейін сағат 3-те апта сайын әдістемелік күн болады. Бұнда жаңа оқып келген 23 мұғаліміміз оқымаған мұғалімдерімізге тренинг өткізіп, соларды қайткен жағдайда оқыған мұғалімдің деңгейін жеткіземіз деп 3 жылдан бері жұмыс жасап келе жатырмыз. Өткен оқу жылында облыс бойынша өткізілген осы жаңашыл мектеп конкурсында Құрық орта мектеп гимназиясы ұжымы бірінші орынды жеңіп алдық. Облыстан бұл Ақтау қаласында орналасқан Назарбаев зияткерлік мектеп арасында конкурс болған. Және менің өзім республика бойынша мектеп басшыларының арасынан үздік тәлімгер деген номинацияны жеңіп алдым. Демек, біз осы аудандағы Құрықтың масында 4 мектеп және ауданның елді мекендерде ауыл мектептері бар еді. Сол 10 мектепке ресурстық қолдау орталығымыз, сол мектептермен бірге жұмыс жасаймыз. Білген тәжірибемізді соларға таратамыз. Оның үстіне биылғы жылы 2-ші, 5-ші, 7-ші сыныптарымыз жаңа буын оқулыққа көшкелі жатыр. Біз бұл жөнінде өткен оқу жылдан бастап 4-ші сыныпты зерттеп бастадық. Бұл өзгеріске ену үшін біріншіден мектеп дайын болу керек, екіншіден оған білім беретін ұстаз дайын болу керек, үшіншіден ата-ана дайын болу керек, содан кейін бала дайын болады деген пікірдеміз. Осы уақытта жұмыстарымызды жасап жатырмыз. Эксперименттерден өттік. Келесі қыркүйек айында 5-ші сыныпқа келетін оқушыларымыз жаңа буын оқулығына дайын деп есептейміз. Сол картада жаңағы жоғары санат,
көрүнүп турат ма? Ол жерде міндетті түрде мұғалімдардың санаты көрініп тұрады, және деңгейлік бағдарлама оқыған қай деңгейде мұғалім екені көрініп тұрады. Ол жерде қандай марапаты бар барлығы көрініп тұрады сол метінде. Әрқайсысына белгі қойдық, ол белгіге картадағы сияқты түсінік қойдық. Соны қарап тұрып кез келген адам түсінеді деп ойлаймыз ол жерде. Жақсы, тамаша. Келдібек Түгелбайұлы, мынау жақсы сұхбатыңызға рахмет. Әрқашанда осы еңбегіңіздің жемісін көруге жазсын. Рахмет. Келдібек Түгелбайұлы, жаңа осы әңгімеміздің бірінде туған балаларым бар дедіңіз. Соңғы тоқталыңыз. Ол әңгіме қасымызда ғой. Мына тұрған фотода қарасаңыз, мына тұрған суреттердің барлығы осы мектептегі түлектері мемлекеттік грантты оқып, өзі оқыған мектебіне жұмысқа орналасты. Сол себептен өзінің осы мектептің түлегі болғаннан кейін бұл ұстаздарымызды туған балаларымыз деп санаймыз біз. Осы жердің адамы болғаннан кейін? Осы мектептің адамы болғаннан кейін. Осы мектептен шыққан? Осы мектептен оқып, осы біздің қолымыздан өзіміздің шәкірттеріміз жоғары білім алып, диплом алып, өзінің мектебінде қазір мұғалім қызметкерінде жұмыс жасап жатыр. Енді мына жердегі кіріп келгенде көзге түскен беті, бұл сіздің орныңыз деген әдемі сөз жазып қойған екенсіздер, рамка қойған екенсіздер. Менің өзім осы жерге тұрғым келіп тұр қазір. Бұл енді мектебіміздің мақтаныштары, соңғы жылдары алған екі оқушымыз мектептен қызыл аттестаттан егере болды. Бір маусымда алған кезде 6 миллион оқушымызға мемлекеттің заңы бойынша қызыл аттестат беріледі. Мана 3 оқушымыз биылғы жылы 6 миллионның иегерлері. 3 алтын шықты. Себебі аудан бойынша ең жоғарғы балл 122 балл алған оқушымыз еді. Ол мана Жақсы Мұхаммедович оқушымыз. Аудан бойынша ең жоғарғы балл егер болып тұр. Үшеуі де мемлекеттік грантқа егер болады деген ойдамыз. Мана астында тұрған бұл сенің орын деген сөз. Бұл енді болашақ 11 сыныптың оқушыларында осы күннен бастап ішінде ерекше аттестатқа 6 миллионға өткен оқушымыз бар. 3 оқушыға 3 орынды қойдық. Себебі олар 10 жылға дейін қорғап бере жатыр. Алдын 11 сыныптарда солардың орны осы жерде тұрсын деп 3 босырақ оқушылар үшін қойдық. Бұл шетелдегі форум жоқ, бака шықпай деп отыр тұр. Себебі бизнестен болса бағасы қарайды ғой. Бұл жерге тоқтала кетсек. Бұл енді тек қана биылғы 2016-2017 оқу жылындағы мектебімізде ғылыми жұмыс жөнінде жұмыс жақсы жөнге қойылған. Бұл оқушылар тек қана облыс пен республика көлемінде орын алған оқушыларымыз. Мына тұрған жаңа 6 миллионға егер деген оқушымыз бұл Астана қаласында өткен республикалық ғылыми жұмыстан 3-ші орын алып келді. Халықаралық ғылыми жұмыстан республика бойынша бұл 1-ші орын алып келді. Мана оқушымыз Зерде деген енді бұл ғылыми жұмысқа дайындық есебінде болады. 6 сыныптың оқушысы ауылдан облыстан 1-ші орын алып, республикадан 2-ші орынға ие болды. Olur.